Құрметті ағайын, пайғамбарымыз айтады, садақаның ең абзалы сен кедей болып тұрған кезде, байлықтан үміт етіп, кедейліктен қорқып тұрған кезде берген садақаның ең абзалы дейді. Ғалымдарымыз айтады, адамның ақылы басқаша ойласа, дініміз бізге басқаша айтады дейді. Адамның ақылы не айтады? Адамның ақылы кедейліктен құтқару үшін, немесе кедейліктен бай болу үшін, кедейліктен құтылу үшін ақшаны жинауың керек. Былайша айтқанда сараңдығыңды көбейтуің керек. Ешкімге бермеуің керек, ешкімге көмектеспеуің керек. Ал ғалымдарымыз айтады, байығың келсе садақа бер дейді. Нағыз баюдың жолы және жылдам баюдың жолы садақа дейді. Өйткені пайғамбарымыздың айтқаны, садақа 70 бәледен құтқарады. Адамға садақа еселеп пайдасына әкеледі. Пайғамбарымыздың айтқаны, байығың келсе садақа бер дейді. Байығың келсе садақа бер. Мысалы, ауруымыз көп, қазір неше түрлі ауру бар. Сендер ауруларыңды садақамен емдеңдер дейді. Қайбір адам садақаға асығатын болса, садақадан бәле аттап өтпейді дейді. Садақа басқа түскен бәлеге де, басқа түсейін деп жатқан бәлегеден аман сақтайды екен. Басқа түскен бәлені жеңіл өткізеді дейді. Басқа түсейін деп жатқан бәлені садақа берсең, аспанға шығып бәлемен арпалысады дейді. Қияметке дейін адамның басына сол садақаның себебінен бәлені жібермейді екен. Пайғамбарымыздың айтқаны және бір маңызды нәрсе бар. Енді пенде болған соң, адам болған соң, қазақтығымыз бар. Сондай абыроймен адам болып өмір сүріп, адам болып жақсы соңғы өмірім, сәтім жақсы бітсін, аяқасты өлімнен, сонда жаман өлімнен Алла сақтасын деп біз тілек тілеп жүреміз, ниет етіп жүреміз. Өкінішке орай, әртүрлі адам соңғы сәтін не болатынын ешкім білмейді. Біреуге жаман өлім нәсіп етіп қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Міне содан сақ болу үшін пайғамбарымыз айтады екен. Садақа адамды жаман ақырдан сақтайды дейді. Жаман өлімнен сақтайды дейді. Сондықтан құрметті ағайын, садақа біздің баюымыз үшін, денсаулығымыздың мықты болу үшін, ұрпағымыздың аман болу үшін, дүние ақыретіміздің пайдасы үшін өте үлкен маңызы зор екен.